Сәлем, бұл Жайхун жойбарының кезектегі саны. Бүгінгі санымыз арқылы біз сіздерменен араплар тарихы хақында сөз етеміз. Араплар тарихы бұл жаһан тарихының бір беті емес, ал адамзат цивилизациясының өзегі есептелінеді. Олар шөлде каруан айдаушыларынан континенттерді қамтып алған империялардың хүкімдарларына айланды. Тек қана жерлерді емес, ал сөз, мәдениет һәмде ілім ағартушылық арқылы да кеулерді жаулап алды. Араплар көшпелілер ме, шайырлар ма, философлар ма, яки болмасам саудагерлер ме, яки бұлардың барлығы ма? Не үшін араплардың тілі адамлар үшін Алланың сөзіне айлана алды? Қалайынша олардың философлары Аристотельді Европаға қайтарды. Ал шайырлары болса Андалусия маврларын һәм заманауи ойшыларды илһамландырды. Араб сөзі қашан тек қана этникалық белгі емес, ал жаһан тарихының символына айланып үлгерді. Олар дүнияны қалай өзгерткені һәм бұл дүние оларға қалай жауап бергенін түсіну үшін 1000 жылдар артқа саяхат етеміз. Бұл Жайхун жойбары. Егер бізді тамашалап отырған болсаңыз, лайк басың һәм комментарий жазуды ұмытпаң. Біз басладық. Ислам пайда болудан алдын Арабия ярыматауы ғаресіз қауымлерден барат мозаиканы құраған болып, олар арасында бадави рушылық үстін еткен. Яғни текарғы социалық бірлік оларда қауым болып, ол еркек әулеті бойынша туысқанлық байланыстар менен бірлескен еді. Шахс тек рудың бір бөлегі сипатындағына ахмиетке ие болған һәм хакимият вазифалары дәлдәлші ролін атқарушы, хақиқи атқарушы күшке ие болмаған шайх пенен шекленген еді. Бадавилер көшпелі тұрмыс кешірген, шаруашылық һәмде тез-тез басқыншылық пенен шұғылланған. Сондай-ақ жекеменшік мүлік дерлік болмаған деп айтуымыз мүмкін. Және де жер, су деректері, хаттегі падалар да жәмиет мүлкі есепланған. Дәслеп діни идеялар жергілікті бұтпарас құдайлар пантеонын өз ішіне алған. Бірақ яхудилік һәм христианлық тәсір Арабстанның айрым аймақларына әлдеқашан кіріп барған еді. Мұхаммед пайғамбардың майданға келуіменен қауымер Арабияда бірінші мәрте діни текарда бірлесе баслайды. Ислам тек қана сенімді емес, ал тәртіпті де ұсынды. Жәмәтті, үмметті, құқықты, әдеп-икрамлылық кодексін, хакимият структурасын. 632 жылда пайғамбардың өлімі халифалар дәуірін баслап берді. Бұл дәуірде араплар жаңа мемлекеттің шекараларын жеделдік пенен кеңейте баслады. Қызық тарихы сонда дәслепкі басқыншылықтар тек діни ғайрат нәтижесі емес еді. Ярыматаудың демографиялық басымы һәм қамбағалығы да өз тәсірін көрсеткен. Араплар жаңа жерлер, ресурслар һәм Арабстан орайындағы айрықша халықтан құтылу жолларын ізлеген. 8 ғасыр орталарына келіп, араплар Хиндистаннан Атлантикаға шекен болған аймақты басып алған еді. Бірақ бұл тек Ислам империясынан көбірек Араб империясының қалыптасуы еді. Араплар хүкімдар қатламды қалыптастырды һәм ислам идеяларын кейінгі талқылаулардағыдай мүтәссіблік пенен емес, ал көбінесе жеңіл түрде тарқатты. Барлы тарихы сонда араплар басып алған жерлерде көбінесе өз қауымлерін тапқан, әсіресе Сирия, Палестина, Иракта араб қауымлері ислам келуінен алдында жасаған. Гарнизон қалалар, амсарлар арабластырудың орайларына айланды. Дәслеп басқыншылардың тілі енді хакімшілік, сауда һәм мәдениет тіліне айланды. Араблар менен байланысқа кіріскен жергілікті халық экономикалық һәм социалық мәплер үшін көбінесе өздері араб тілін қабыл еткен. 8-13 әсірлерде араб мәдениеті жүдә жоғары көтерілді. Бағдад, Дамаск, Кордоба һәм Каирдағы орайлар ілімпан ошақларына айланды. Хикмет үйлерінде айемгі грек философиясы аудармаланып, математика, медицина, астрономия, географияға тиесілі жаңа шығармалар жаратылды. Араб тілі универсал ілім тіліне айланды. Онда мұсылманлар да, христианлар да, еврейлер де, зардуштилер де шығарма жазған. Араб философиясы Аль-Кинди, Ибн Раушд, Ибн Сино сияқты ұлы алымлар тарапынан рауажландырылды.
Ислам шығысы көркем өнерінде болса, архитектура, поэзия, музыка рауажланды. Араб цивилизациясының тәсірі Европаға, әсіресе араб-мұсылман Андалусиясын дерлік 800 жыл басқарған Испания арқалы тарқалды. 13-ші ғасырден баслап араб дүниясы сыртқы қауіплерге дұс келді. Монголлар, крестлілер, түркілер. 1258 жылда Бағдаттың Құлакохан тарапынан қиратылуы арабтардың сияси хүкімдарлығы тамамлануының символына айланды. Кейін ала дерлік бүткіл араб шығысы Османилер империясы хүкімдарлығы қол астына өтті. Арабтар тіл һәм мәдениетті сақлап қалды, бірақ хакимият орайына ие бола алмады. Енді олардың тағдиры сыртқы империялардың қолында еді. Соған қарамастан араб тілі һәм ислам мәдениеті регионалдық өзіне тәнлікті белгілеуді давам етті. 19 ғасырда араб жерлері колониялық бөлістірудің объектіне айланды. Франция, Алжир, Тунис, Маракашты басып алды. Британия, Мысыр, Палестина, Аденді игеледі. Европалылар турыдан-туры ямаса жергілікті династиялар арқалы басқару орнатты. Бұл наразылық толқынын пайда етті. Бұл болса араб миллетшілігі һәм ғарисізлік үшін күресте өз көрінісін тапты. Әсіресе бірінші жаһан ұрысынан кейін Османилер империясы құлағаннан һәмде батыс мемлекеттері Ирак, Сирия һәм Палестинада мандатлар орнатқаннан кейін күшлі әрекетлер жүзеге келе бастады. 20 ғасыр орталарында көптеген араб мемлекеттері ғарисіздікке ерісті деп айтуымыз мүмкін. 1945 жылы араб мемлекеттері лигасының түзілуі тілектестікке ұмтылу символына айланды. Бүгінгі күнде араб дүниясы Маракаштан аманға шекем болған онлаған мемлекеттерден ібарат. Яғни оларды тіл, ислам мәдени мирасы һәмде өтміштегі ұлылық естеліктері бірлестіреді. Сонда айтып өту керек, монархиялар һәмде республикалар, дүниялық һәмде діни түзілімлер, нефтке бай мемлекеттер һәм камбағал регионлар арасындағы айырмашылықтар бірлік жолында көплеген машқалаларды да келтіріп шығармақта. Араб өзгешелігі өзгерді. Араб болу алдын бұл қауым ямаса діни жамаатке тиесілі болу таңлатқан болса, бүгінгі күнде сияси, тіллік һәмде өзінің мәдени тағдирын өзі белгілеуді аңлатады. Арабтар бүткіл дүния бойлап тарқалған глобал экономикада салмақлы орынға ие деп айтуымыз мүмкін. Бірақ ішкі келіспеушіліктер, авторитаризм һәмде сыртқы күшлер тәсірінен де жәбір көрмекте. Исламға шекемгі араб жәмиеті терең патриархал өзгешеліктерге ие еді. Хаяллардың құқықтары кемірек еді. Олар туысқанларының шешіміменен тұрмысқа шығарылатұғын еді. Көбінесе олардың әрекетленуі шекленетұғын еді. Ал қауым тұрмысында қатынасу қожалық һәм мәресімлік функциялардан ібарат еді. Бірақ кең тарқалған стереотипке қарама-қарсы рәуіште ислам хаял қызларға белгілі құқи имканиятларды да ұсынды. Мирас, ажырасу, мүлікке иелік ету құқықтары ұсынар қатарында еді. Уақыттың өтуіменен хаял қызлардың статусы және шекленіп барды. Әсіресе шариат талқылауларында һәм консерватив ағымлар күшейген уақытларда. 20 ғасырде хаяллар ағартушылығының жаңа толқыны басланды. Хаяллар сиясатшы, жазушы, реформаторға айланды. Мысыр, Ливан һәм Сирия бірінші болып хаял қызлар білімдендіру һәм құқылары мәселелерін додалай баслады. Бүгінгі күнде араб феминизмі либерал көзқараслардан исламлық түсініктерге шекемкі болған һәр түрлі көріністер бар болып, идеологиялық соқтығысу майданында қалмақта. Араб цивилизациясының ең күшлі мирасларынан бірі оның философиялық мирасы болды. Аббасилер дәуірінде мұсылман ойшылары сенімді ақыл менен, илахиятты болса логика менен үйлестіруге ұмтылды. Аль-Киндиді араб философы, ал Аль-Фарабиді болса Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп ұлғыланған. Олардың мемлекет, кеуіл, әдеп икрамлылық хақындағы шығармалары әсіресе Фома Аквинский дәуірінде Европа схоластларына үлкен тәсір көрсетті. Ибн Сино, яғни Авиценна, метафизика һәм медицинаны Европадағы заманласларынан да жоғары дәрежеге көтере алды. Ибн Раушд, яғни Аверроес болса Испанияда ортодокслар менен тартысқа кірісіп, аян хақиқаты һәм ақыл хақиқаты арасында қарама-қарсылық жоқ екенлігін атап өтті. Айне сол Аристотельдіктің латын Европасына кіріп бару үшін көпір вазифасын атқарды. Араб тілінің сөз байлығы ислам дүниясынан тысқарыда да кең тарқалды. Алгебра, алгоритм, шекер, кофе, тәрезі, ямаса адмирал, яғни арабша Амир аль-Бахырдан.
Сияқты сөздер онлаған тілдердің сөз байлығына кіріп барды. Испан, португал, иврит, сондай-ақ парсы һәмде хәтте рус тіліде араб тамырлары арқалы Европа һәм Азия мәдени тоқмаларына сіңіп кетті. Арабыластыру әсіресе парсылар, түркілер, хинтлер һәмде еврейлер диаспорасына күшлі тәсір өткізді. Араб тілі тек қана этникалық белгі емес, ал жоғары мәдениет һәм цивилизацияға тиесілілік символына айланды деуіміз мүмкін. Бұл Европада латын тілінің орнына ұқсас еді. 20-ші һәм 21-ші әсір кескін сынақлар дәуірі болды. Османилер империясы бөлшекленгеннен һәм колониялық тамамланғаннан кейін араб мемлекеттері алдында сұрау туылады. Яғни араб дүниясы қандай болу керек, бүтін бе емаса тарқалған ба? Бірлесуге ұрынулар болды. Панарабия ұғымы бірлескен араб республикасы. Бірақ ішкі келіспеушіліктер, идеологиялық айырмашылықтар, милләтшілік, социализм, исламизм, сондай-ақ сыртқы күштердің араласуы араб дүниясының пытыраңқы болып кетуіне себеп болды. Араб мемлекеттері өтміштегі ұлылық һәм қазіргі қиыншылықтар ортасында қалды. Бұғаз мемлекеттерінің байлығы Йемен һәм Суданның камбағалығы менен Тунистегі демократия, Сириядағы авторитаризм менен кескін парқланады. Палестина, Израиль келіспеушілігі, Ливиядағы бұқаралар ұрысы, Араб бахарының ақыбетлері бұлардың барлығы терең жарақатлар қалдырды. Ислам көплеген халықларды қамтып алған болса да, әйне араблар оның дәслепкі алып барушылары һәм сақлаушылары болды. Араб тілі Құран, хадис, шариат тілі. Хатта араб тілінде сөйлесетұғын мемлекеттер Индонезия, Пакистан, Иранда да діни тұрмыс араб текстілері һәм дәстүрлеріне тикарланады. Араб руханилері, уәзірлері, алымлары, уламалар мұсылман ортодокиясын қалыплестірді. Қадирия, Шузилия сияқты суфизм тарихатлары араб орталығында жүзеге келіп, бүткіл ислам әлеміне тарқалды. Бүгінгі күнде 10 миллионлап араблар тарихи аймақларынан тысқарда Франциядан Бразилияға шекем, ақштан Батыс Африкаға шекем жасап жатыр. Диаспораның тәсірі сиясатта да көрінеді. Мәселен, Европаның араб парламентарийлары бизнес, көркем өнер, кино, әдебиет тарауларында белсенділік көрсетпекте. Диаспоралар өтміштің ядын сақлайды, араб тілін үгіт-насихатлайды, мәдениет мекемелерін рауажландырады. Сонымен бірге олар интеграция, исламофобия, саяси екілену машқалаларына дүс келмекте. Араблар ұлы парадокслар халқы. Олардың тілі миллионлаған адамлар үшін цивилизация кодына айланды, бірақ саяси системалары әзі болып шықты. Олардың философиялары дүнияға Аристотельді берді, ал саясатшылар көбінесе диктатураға бейім болды. Олардың діні бірлікті уәде еткен, бірақ тарих келіспеушіліктерді көрсетті. Бүгін 21-ші әсірде араблар тап 7-ші әсірде болғанындай өздігін аңлау машқаласы алдында тұр. Яғни олардың жолы дәстүрилік, модернизация ямаса синтезге тикарлануы, мәдени жетіклік, экономикалық реформалар, сондай-ақ глобал ауқамлар һәм өз өтмішін сын көзқарастан аңлау қабілетіне байланысты болады. Араблар тарихы сызықлы хроника емес, ал өзара тәсірлер, өзгеріслер, мәдени секіреулер һәм ішкі соғылғысулардың құрамалы тоқымысы болып табылады. Араблар анық білімлердің сақлаушылары һәм жаңа формалардың жаратушылары, империализмнің сияси үкімдарлары һәм құрбанлары, тарқатушылар һәм реформаторлар деп айтуымыз мүмкін. Араблар шөлден шығып бүткіл дүнияға тәсір көрсеткен миллет. Бүгінгі санымыз әйне осылар хақында еді. Егер Шайхунның бүгінгі саны сізге ұнаған болса, лайк басып қоюды ұмытпаң. Жақындарыңызға да жіберің. Кейінгі саналарда көріскенше, саламат болың.